Өткен апта соңында шаһарымызға жұмыс сапарымен Ақмола облысы әкімінің орынбасары Елдос Рамазанов келді. Ағымдағы мәселелер жөніндегі арнайы кеңестен соң өңір басшысының орынбасары қаладағы жауапты жүйе өкілдерімен іргеміздегі бірқатар нысандарды аралады. Ең алдымен өңірдегі Ақсу Технологи жауапкершілігі шектеулі серіктестігі алтын өндіру фабрикасының ірі ауқымды инвестициялық жобасының құрылыс барысын тексерді. Қаламыздың іргесіндегі Қазақстанның жылыжай технологиялары серіктестігі ауыл шаруашылық нысандары саласындағы республика көшбасшыларының бірі. Себебі мұндай кешен өңір тұрғындарын көкөністермен жыл бойы қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жылына 2,5 мың тоннадан астам өнім беруге қауқарлы атаулы нысан өз өнімін еліміздің ішінде ғана емес, сондай-ақ Ресей Федерациясына да экспорттайды. Еуропалық технологияның озығы осы жылыжайда шоғырланған. Нысанның суару жүйесі, жылу беру, химиялық тыңайтқыштар мөлшері, жарықтандыру барысы тәрізді барлық процестер компьютерлік бағдарлама арқылы басқарылады. Степногорск жылыжайында қызанақ, қияр, болгар бұрышы, аскөк өсіріледі. ЕПК Степногорск зауыты бүкіл ТМД аумағындағы теміржол көлігіне арналған роликті радиалды подшипниктерді шығару жөніндегі мамандандырылған бірегей кәсіпорын. Қазіргі уақытта зауыт Еуропалық Мойынтрек корпорациясының құрамына кіреді және ойыстық қораптар өндірісінде жаңа тәсілдерді әзірлеу мен игеруде көшбасшы болып табылады. Жобалық қуаты жылына 2 миллионға жуық Мойынтректі құрайды. 2 мыңнан астам еңбек ететін кәсіпорынның дайын өнімінің 90% Ресейге экспортталады. Сонымен қатар зауыт Қазақстан, Өзбекстан және Украина нарығын қажетті қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етеді.